Орта Толсын ағайын Жанарбек Ақыбекұлы тау спорты бойынша халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Моңғолия ұлттық олимпиада комитетінің алтын медалімен және осы елдің спорт комитетінің құрмет төс белгісімен марапатталған. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы. Қош келдіңіз аға студиямызға. Бірінші енді мынау спорт түрі көп әрине. Жаңағы әртүрлісі бар. Сен де өзіңіз екінің бірі бара бермейтін спорт түрімен айналысасыз, шұғылданасыз және жоғары жетістіктерге де жетіп жүрсіз. Енді бұл спорт түріне қалай келдіңіз өзіңіз? Рахмет. Менің өскен ортам Моңғолияның жаңағы Баян-Өлгей аймағының Сақсай, Сұмын дейді, сіздерше Сапқоз бізше Сұмын деп айтамыз. Осы Сұмын жан-жағы бірақ таумен қоршалған, 3000 метрлік, 2000 метрлік үлкен асқақ таулар. Бала кезінен бастап жаңағы үйден шыққаннан кешкі үйге кіргенге дейін жан-жағым тау болғаннан кейін бала кезіндегі арманым, мақсатым, ана тауға шықсам, бағындырсам деген сияқты, ана тауға барып ойнасам деген сияқты. Бала кезімізде ауылда азғана мал жаятын болдық, қойға шығатын болдық, ойнайтын болдық. Жолдың бәрі тау болғандықтан бала жасымнан осы тауға шығу менің қаныма сіңді ау деп ойлаймын. Енді бізді көріп отырған телекөрермендер ойлауы мүмкін, сіздің жаңағы туып өскен жеріңіз қай жерде жаңағы білім алдыңыз, осы туралы бір қысқаша ақпар айтып өтсеңіз телекөрермендерге. Рахмет. Орта Толсын бағдарламасының көрермендеріне барлықтарыңызға сәлем жолдаймын. Мен Моңғолияның Баян-Өлгей аймағынан келіп отырмын. Сонда Баян-Өлгей аймағында тау спортының топ басшысымын және бірінші мектепте дене шынықтыру пәнінен мұғалім болып істеймін. Енді осы уақытқа шейін әлемдегі біраз тауларды бағындырып басына шыққан екенсіз. Осы орайда өзіңіз атап берсеңіз біразын. Қандай тауларға шықтыңыз енді биік? Мен 1993 жылы Түркияның Бурса деген шыңын бағындырдым. 7 мемлекеттің студенттермен бірге, ол кезде мен Түркияда студент едім. 2003 жылы Тянь-Шань тау жотасының 6400 метрлік Мраморская стена деген шыңын бағындырдым. Сол 2003 жылы сіздердің Алатаудың, жаңағы Алматыдағы Алатаудың Тұйықсу деген 4400 метрлік шыңын бағындырдым. 2000 жылы жаңағы Россияның ең биігі дейді. Сіздер Мұзтау деп айтасыздар, россиялықтар жаңағы Белуқа дейді. Алтай тауларының ең биігі осы Белуқаны бағындырдым. Ал биылғы жылы Кавказ тауларының ең биігі деп есептелінеді, Европа құрлығының ең биігі деп есептелінеді. Жаңағы Кавказиядағы, Кабринадағы 5600 метрлік Эльбрус шыңын бағындырдым. Ал осы жол мақсатым сіздердің Семейдегі Шыңғыс тауы. Енді тау қазаққа жат емес, енді оны өзіңіз де білесіз, қазақ халқының тау мінезді халық деп те жатады. Енді табиғаттың өзгеруде, таудағы жаңағы табиғаттың жаңағы ауа райының өзгеруде аяқ астынан ғой. Тосын мінез жаңағы әркез болып қалып жатады. Енді осындай уақыттарда бір қандай өздеріңіз бір іс-әрекет істедіңіздер, әлде бір жағдайды ма басыңыздан өткен айтып берсеңіз, аяқ астынан тосын мінез көрсеткен кездер? Тау спорты ең қиын спорт. Тау спортының қиындығы сондай, қазақ өзі тауға жақын халық мысалы. Ата-бабаларымыз кезінде қиыншылық заманның бәрінде тауға қарай қашқан мысалы. Бүгінде Қазақстанның кейбір жерлерінде бәлкім тау болмауы мүмкін. Ал енді альпинистердің шығатын тауы жаңағы 4000 метрден жоғарғы биік, басына бірақ мұз, өн бойы бірақ мұзбен көмкерілген. Себебі биік тау болғаннан кейін онда табиғаттың жаңағы суықтығы, желдің күштілігі әр тауға қар мұз бірақ көмкеріп тастайды. Ал енді альпинистер жаңағы тауға өрмелеп бара жатқан кезде бір жылдың 4 мезгілін бірақ көріп шығады. Таудың етегінде жауын жауып тұрса, тауға кішкене өрмелей өргенде қар жауады. Ал одан кейін басына қарай шыққанда қарды бұрқақ дейсіз ба, жаңбыр дейсіз бе, бір жылдың Құдайдың құдіреті сондай жаңағы 4000 метрлік биік мұзарт таулардан 4 мезгілді бір күнде бір жолды көріп шығасыздар. Ал оның сыртында альпинистерге ең қиыны өте суықта қатып өліп қалу, тау ауру дейді. Тауға шыққан сайын жаңағы адам өзінің өмір сүріп отырған ортасынан биікке шыққан сайын адамның жаңағы басы жұмыстамай ұйықтай бергісі келе ме мысалы. Сондай бір жаңағы адамның өзінен өзі жаңағы талықсу осындай, шаршау осындай мінездері пайда болады деген секілді. Оның сыртында жаңағы таудағы жай қар емес, сол мәңгілік мұз болып қатып қалғандықтан мәңгілік мұздан жаңағы соның
аңғар деп айтады, арасындағы жыраға түсіп кету, қарға омбылап қалу деген сияқты осындай үнемі қиыншылықтар кезігіп отырады. Бокс спорты тек қана бастан ұрып қарсыласын жеңетін болса, соның мысалы қиыншылық жағынан әлемдегі ең қиын спорттардың 14 орынға ілінеді екен. Ал тау спорты, альпинизм және әлемдегі ең қиын спорттардың ең алдында тұр. Себебі әлемдегі ең биік бір тау Эверестке жаңағы таушылар шығамыз деп, бір Эвересттің өзінде 200-300-дей таушылар құлап өлген осындай қайғылы трагедия болған. Сол себептен жаңағы тау спорты енді әр қас қағым, әр адым сайын қиыншылығы мол спорт деп айтамын. Ал жаңағы бір күтпеген жағдайларда өзіңіз қандай іс-әрекет жасайсыздар? Бір аяқ астынан ауа райы өзгеріп, бір қар бұрқақтап, жаңағы дауыл дейміз ба, боран дейміз ба, тұрып бір тұман түсіп түк көрінбей кеткен кезде. 2003 жылы мен Моңғолдың ең биік тауы Ихмоңғол деген тауы бар. Осы тауға шығып бара жатқанымызда Германия, Испанияның таушыларымен өрмелеп бара жатқанымызда аяқ астынан біздің астымыздағы қар құлап сырғанап кетті. Біз қармен бірге кетіп бара жатырмыз да, ал осындай кезде жаңағы әкі таушы, испаниялық таушы мен жаңа мен екеуміз қолымыздағы балтаны мұзға ұрып қорғаныс жасаудың арқылы біз және менің артымдағы 4 кісіні өлімнен сақтап қалдық. Бұл енді әр жыл барған сайын осындай кезігетін жайттары. Жақсы, рахмет. Енді бағдарламаның ортасында бір үзіп, қысқаша бейне материалға кезек берсек, енді ол сіздің және өзіңіздің жеке қолыңыздан алынған әуесқой түсірілім. Ардақты ағайын, назарларыңыз эфирде болсын. Ардақтаған жаңаны өздеріңіз Жанарбек ағамыздың жаңағы Моңғолия еліндегі биік тауларға шығып, соны бағындырып жүрген сәттерінен үзінді көрдік. Енді бір баспасөзде мен оқып қалдым. Моңғолия президентімен сіз үлкен бір жаңағы биік шыңға шыққан екенсіз. Оны жаңағы сол жердегі жергілікті халық мақтанышпен айтады екен. Енді сол президентті қандай биік тауға ертіп апарып жүрсіз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Рахмет. Моңғол мемлекеті өздеріңіз білесіздер, өткен жылдары Моңғол мемлекетінің орнауының 8 жылдық үлкен торқалы тойын өткізді. Бұны әлемдік ЮНЕСКО көлемінде тойлатып өтті. Бұл тойда Моңғолия президенті Намрин Ненквайр өзі бастама көтеріп, біз осы ұлы Шыңғысхан мемлекет орнатқаннан 8 жылдықтан бері осындай үлкен той тойлап жатқанда осыны бір ерекше қылып өткізейік. Біз президенттің өзі бастап және таушылармен бірге Моңғол мемлекетінің ең биік тауына шығайық деген жаңа бастама көтерді. Осы бастама көтеріп, президент Моңғол мемлекетінің ең биік тауына шығу сәтінде мен осы президенттің жаңа жол салу, қорғаушылық қызметін атқару деген сияқты өте жауапты қызметті атқарып, осы Моңғол мемлекетінің елбасын Моңғолдың ең биік тауына ертіп алып шыққан едім. Сол жолы бізбен бірге парламенттің 3 мүшесі және 41 адам осы тауға шыққан еді. Сол Моңғолдың ең биік тауының жаңағы Бесбоғда жотасының Күйтін деген шыңына шықты. Сол жолы сол шыңның атын Ихмоңғол, яғни ұлы Моңғол деп шыңның атын өзгеріп, жаңа ат беріп қайтқан едік. Енді өзіңіз кәсіби альпинист ретінде көптеген биік шыңдарды бағындырып, жоғары жетістікке жетіп жүрсіз ғой. Дегенмен де осы қандай бір таудың басына шығып,
жаңағы шығып жаңағы үлкен жетістікке жеткен кезде бір әсерге бөленген қандай бір биік шыңдар болды? Қайсы сізге бір қатты әсер етті биік шың? Рахмет. Қайсысын айтсам екен, әр тауға шыққан сайын әр таудың өзінің қиындығы болады, өзіндегі ой толғаныста болады, бәрі есте қала бермейді ғой. Бірақ менің есімдегі Моңғолдың ең биік тауы жаңағы Бесбоғданың Ихмонғол жаңағы ең биік шыңына шыққан кезде, бұл бір жағы Россия, бір жағы Қытай шығып тұрған тау Моңғолдікі, ал енді батыс жағы жаңағы Қазақстан, 14 километрден Қазақстан. Сонан Қазақстанның қос егіз бір қос бастау екеуміз ақтау кезгеді, және әдемі көл кезгеді. Сонда мен үнемі әр сәт сайын ойлаймын, біз шетте туып, шетте өстік, осындай бізді шетке тудырып жүрген ата бабаларымыз осындай мен мынандай қиын тауға мына ұқсап таудың басында мен мына ұқсап шығып жүргенде, олардың қолында альпинистік сайман жоқ. Анау қиын кездерде мынандай таулардан қайтып асып, бізді мынандай таудың арасында қайтып аман қалу үшін не көрмеді екен деген сияқты әр таудың басына шыққан сайын үнемі осындай бір ойға қаламын. Енді өзіңіз кәсіби альпинист ретінде халықаралық жаңағы саяхатшылармен дейміз, альпинистермен бірге де шығып жүрсіз ғой көптеген тауларға. Дегенмен де Қазақстанда қандай биік тауға шықтыңыз осы қазақ жерінде? Қазақ жерінде 2003 жылы қазақ елінің екінші биік тауы болып есептеледі. Қазақтың әйгілі ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған жері анау Алматы өңіріндегі Нарынқолдың, Байынқолдың басындағы Мраморская стена, мәрмәр қабырға деген 6400 метрлік шыңды бағындырдым. Ал сол жылы және Алатаудың ең биігі жаңағы Шымбұлақтың басындағы Тұйықсу деген шыңды бағындырдым. Енді мынау сіз Абай еліне, Абай жеріне келген кезде, Абай елінің Абай жерінде болдыңыз. Енді мынау Шыңғыстау сіз ойлағандай, сіз ілескендей биік болмауы мүмкін, бірақ қасиетімен бір киелігі арқылы ол биік қашанда қазақ халық үшін. Енді осы Шыңғыстауға барудағы мақсатыңыз қандай? Рахмет. Мен осы Шыңғыстауға келем дегенде көп адамдардың бәрі маған өте қызыға қарап, таңғала әртүрлі сұрақтармен таңғалып жатты. Сен 4000 метрге толмайды, болмаса 2000-ға толмайды. Шыңғыстау деген кішкене тау, оған не үшін барып жатсың, сен қызықсың деп әркім сұрайды. Бірақ менің Шыңғыстауға келген негізгі мақсатым, Шыңғыстауда ол киелі тау. Қанша кішкене болғанмен оның рухы өте биік. Мәселен, ол тауда ұлы ақынымыз Абай туды, Шәкәрім туды, анау Абайды жазған Әуезов туды, бертінгеден көз тұр, мысалы, Мұхтар Мағауин туды, мысалы, қазақтың белгілі тұлғалардың бәрі осы Шыңғыстаудың баурайында өсті. Сонымен бірге кезіндегі Шыңғысханның өзі келіп осы тауға мысалы дайындық істеген, онан кейін жаңағы Хорезмді алу үшін шабуыл жасаған, осында болған деген сияқты осындай аңыздар бар екен. Енді осындай киелі жерге өзім альпинист болғаннан кейін қанша кішкене болса да жаңағы келіп бір тағзым етейін, тәу етейін деп келдім. Ал ең негізгі мақсатымыз жаңағы шеттегі қазақтың шыққан жері осы Шыңғыстау. Мәселен, жаңа Қытай қазақтары, әлем қазақтары, ана Моңғолияда қазақтардың ана 1775-70 жылдары осы Шыңғыстаудың баурайынан кетті. Анау оңтүстігі Сарыарқадан бастап, анау Өр-Алтайдан бастап, ал нақты ортасы осы Шыңғыстау еді. Енді біздің Баян-өлгей, Моңғолияда Баян-өлгей аймағының келер жылы 70 жылдық жаңағы қазақ аймақ болғалы 70 жылдық торқа үлкен той болмақшы. Осы қарсаңда олардың шыққан жеріндегі кішкене болса да рухы биік, бар қазаққа киелі тау, елі тау, Шыңғыстауға келіп, аймағымның туын желбіретіп, осыған жаңағы ата бабаларымыздың аруағына дұға бағыштап кетейін деген игі мақсатпен келіп жатқан жайым бар. Рахмет. Енді мынау альпинизм қазақ елінде енді қалай айтсақ болады, спорт түрі енді жаңағы алуға қатысып келе жатыр ма, әлде болса дұрыс жолға қойылмаған ба? Қалай ойлайсыз осы альпинизм? Мен 2003 жылы Алматыда бір ай жатқанымда тауға шығатын бір қазақ таппай қойдым. Ал енді осы жолы Шыңғыстауға бара жатырмын, осыған мен шығайын, еріп кетейін, Шыңғыстауды көрейін деп сіздердің әріптестеріңіз Тоты Қуанышбек қызы мысалы талпыныс білдіріп жатыр. Соған қарағанда сіздерде әлемде
биік таулар тұрса да қазақ альпинистері өте аз-ау деп ойлаймын. Егер осы тауға шығатын қазақтар мол болса, өз тауларын өздері насихаттай білетін болса, бұл туризмді тартуға, не болмаса қазақтың биік таулардың бәрі, мысалы қазақтың ең биік тау Хан Тәңір екенін ешкім білмейді. Мысалы шығыстарыңызда мысалы орыстар Белуқа біздің тауымыз деп жүр, ал қазақтар жаңағы Өскемен деген Мұзтау дейді, бірақ оған қазақтан ешкім бармайды. Мысалы жаңағы осы мына Шыңғыстаудың өзі Аласа деп ешкім келмейді мысалы. Бірақ бұның бәрін айтып болсаңыз, бәрі өте қазақтың жері, қазақтың тауы. Альпинистерге болсын шығып жатса, бұл елі болады. Жаңағы Белуқа дейді, Өскемендегі тауға ешкім бармағаннан кейін, ол жаңағы орыстың тауы атанып жүр мысалы. Сондықтан менің көзімше әзірше қазақ альпинистері көп емес, өте осалдау, бұны әлі жандандыру керек деген игі тілегім бар, ұсынысым бар. Осы келіп қайта-қайта қазақ тауларының кіші мен үлкеніне де шығып жүрген мақсатым да мені көріп тағы да талпынысын, осындай үлгі алсын деген игі мақсат еді. Бір жағы насихаттау дейсіз ғой, халықты жаңағы тауға қарай үйрет. Енді осында өзіңіз биік шыңдарды да, биік белестерді де бағындырып жүрсіз ғой. Адамзат баласының негізгі мақсаты да, арманы да биік болу керек әрине. Енді осы орайда өзіңіздің қандай бір алға қойған мақсат, армандарыңыз бар? Менің мақсаттарым, армандарым, әлемдегі ең биік тау 8000 метрден 14 тау бар. Ол жаңағы Тибет, Непал жерден орналасқан. Осы тауларда толығымен бағындыру, және тағы да ұлы мақсатым ата мекенімдегі үлкен болсын, кішкене болсын, барлық тауларда бағындыру. Және өзімнің жаңағы ізбасарларымды дайындау. Енді қазіргі кезде осы ізбасар демекші, жастар жағы, мысалы үшін Моңғолия елінде өзіңіз жаңа ұстазсыз қосымша мұғалімсіз. Бар ма қазіргі осы қызығушылығы? Әдемі жақсы сұрақ. Моңғолияда мен өзім дайындайтын қазір 20-дай жастар бар. Барлығы бірақ қазақтардан таңдап алынған. Олардың жастары әртүрлі, алды 15 жасты болса, арты 40 жастағы, үлкені де, кішіде де бәрі маған шәкірт болып, осы 4000 метрмен жаңағы аспанмен таласқан биік тауларды бағындырудың қыры мен сырын үйреніп жатыр. Ал Қазақстанда да маған шәкірт болып, жаңағы асқар тауларға шығуға үйренейін, бірге шығайық деп ұсыныс білдіріп жатқан жаңағы өкімет лауазымдарымен және қарапайым таушыларда ұсыныс білдіріп жатыр. Қазір ниеттері жақсы. Енді соңғы сауалым, альпинисте және енді ол үлкен қиын спорт түрі, өзіңізде жаңа бағдарламасында басында айтып кеттіңіз ғой. Қандай бір қасиеттер болу керек? Төзімділік пе, әлде шыдамдылық пе? Тау өте киелі, иелі тау. Тауға қарап, мысалы моңғолдардың өздері керемет, құрметтейді. Тауға қарап түкірме, тауға қарап қолың шошайтпа, тауға қарап қатты түкірме, жүгірме деген сияқты өздері жаңағы. Біздің қазақтың да кезінде ислам дінінен бұрынғы діні Тәңір діні болған. Онда да жаңағы әрбір жерге тасын шошайтып оба деп болғанда мысалы сыйынып тауды өте кие тұтып жүрген. Сол себептен қазіргі қазақтарда тауды өте құрметтейді. Сол себептен адамның жан дүниесі өте таза болу керек. Тауда күнделікті күйбең түрлі күйкі өмір ешқашан болмайды. Онда мұз және тас пәк, табиғи, таза, табиғи не болады, жаратылыс болады. Сол себептен адам бойында жаңағы міндетті түрде қайраттылық, ептілік, шыдамдылық және табиғаттың қандай бір құбылысына сай жылдам өзгеру. Соған әрекеттеріне өзгеріп, жаңағы іс-әрекет істей алатын жаңағы түйсіктер болу керек. Сонда бастысы төзімділік дейсіз ғой? Ең бастысы төзімділік, иә. Төзімділік болған жағдайда мықты альпинист шығады. Енді сізге көп рахмет уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Мынау қазақ елі, қазақ жұртшылығы, Семей халқының атынан өзіңізге әлі де болса талай биік шыңдарды бағындыруға шын ниетпен тілектеспіз. Өзіңізді тек қана бір биік белестердің, биік шыңдардың басынан көріп ести берейік. Рахмет. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Бағдарламада қонақта болған Жанарбек Ақибиұлы, тау спорты бойынша халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ортамыз ортаймасын ағайын. Эфирде аманатпен жүздесейік.